сәлеметсіздер ме кино сүйер қауым. Кино көрсе арнасына қош келдіңіздер. Арнамызға жазылып қолдау білдіре отырыңыздар. Эсманы белгісіз адамдар ұрлап кетті. Оны сарайға қамап қойды. Эсма қашудың амалын жасап, ұрлаған адам оған тамақ беруге келе жатқанын байқап, дереу ұйықтаған адам кейпінде жатады. Ол кісі тамағын қойып жатқан кезде Эсма сол сәтті пайдаланып қашып кетеді. Жан ұшыра жүгіріп, әйтеуір бір жерге паналайды. Ол адамның басқа жаққа қарай жүгіргенін көріп, Эсма дереу көмек іздеуге жүгіреді. Бір аулада үй тұрғанын көреді. Ол үйден көмек сұрап жүгіргенде, ішінен пистолеті бар адамды көрген кезде, Эсма өзін ұрлаған адамның екіншісі екенін біліп, ертеңге дейін орманға қарай қашады. Бұл іс бітеді. Бірақ түбінде таңғы уақытта мессенджерге хат жазып алады. Содан кейін 10 минуттан соң адамдарды жалдаған орталық алаңнан звондайсыңдар. Менен $1 миллион сұрайсыңдар. Солай Азат өз жоспарын 2 адамға түсіндіреді және ары қарай Эсманың әпкесіне барады. Оған қомақты ақша беріп, ертең саған хабарласқанда Эсма бір күн түнеп кетіп қалды деп айтасың дейді. Әпкесі ол ақшаны көріп, бірден келсе кетті. Таңғы ас жеп отқан кезде Асатқа белгісіз номерден звонок түседі. Асат тұтқаны көтеріп, нағыз актерлік шеберлігін көрсетеді. Ол әйелі мен баласына жаны ашыған адам сияқты бүткіл отбасына өз назарына аударады. Джихан барынша сабыр сақтауын айтып, бұл істі шешеміз, сұраған ақшасын береміз деп, Асат екеуі үйден шығып кетеді. Джихан адвокаттар өзінің белгілі таныстарынан, көкесінен ақыл сұрайды. Бірақ Асат олардың бұл ісіне ашуы келіп тұр. Өйткені олар полицияға арыз берсе, Асаттың бұл қылығын әшкере болатын біліп тұр. Сондықтан ол барынша полицияға арыз бермей, ақшасын беріп, әйелім мен баламды құтқарайық деп жаны ұшыруда. Ал оның түпкі ойын тек Асаттың өзі ғана біледі. Түнгі уақытта ресторанына шыққан Хикмет пен Халил Хикметтің үйіне келеді. Екеуі бір-біріне махаббат көзбен қарайды. Хикмет Халил оны алдап жүргенін, ештеңені байқамайды. Оның көзін тек махаббат басты. Бөнәмин мен оның қызметшісі арасында не бар екенін